Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф арнасы. Менде көп видео шықпай кетті, потому что мен ауырып қалдым. Сондықтан бүгін шығып тұр. Енді мен видео түсіруді тоқтатпаймын. Ал ендеше біз кеттік. Бізде бүгін құпия үй екінші серия. Көбілеріңіз сұраған екенсіздер. Бүгін енді керемет екінші серия болады. Ал ендеше біз көп сызбай бастаймыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Жанель түнімен қорқынышты түстер көріп шығады. Яғни мысалы осы үйде өзі жалғыз жүргені, терезеден біреу қарап тұрғаны, тек қана ол үйде өзі ғана және өзінен басқа тағы да біреу бар екені. Сондай түстер көре бастайды. Азан болады. Әкесі тұр. Так, маған жұмысқа кету керек. Таңға істеп бер. Қазір жуынып алайын. Мына краннан жасыл бір нәрсе ағып жатыр ғой. Ал? Мына кранды жөндеу керек. Бұл дәретхана лас өте. Бұл жаққа жуынбай ақ қойыңдар. Далада бар. Жарайды. Ал тамағыңды ішіп алып, жұмысыңа бар. Рахмет. Мен кеттім. Қыздар бүгін бір күн сабаққа барады екен ғой, ең бірінші күн сабаққа барады. Жарайды. Олардікі түсте ме екен, асында ме екен? Түсте. Жақсы. Жолың болсын. Рахмет. Қыздар сабағын оқысын, шай ішіп алайық. Қыздар, тұрыңдар. Анашым, бүгін біз сабаққа барамыз ба? Бүгін сендерде екеуінде де түсте екен. Жақсы болды ғой. Не әңгіме айтып жатырсыздар? Сендер бүгін түсте сабаққа барасыңдар. Не, уже ма? Еще екеуміз де бірге барамыз. Күшті екен. Қызым, неге көңіл күйің жоқ? Мен бүгін кішкене жайсыз түс көрдім. Қалай? Қазір дастархан басында айтып берерсің, жарай ма? Жарайды. Ал, қызым, айта ғой. Неге ондай түс көрдің? Қандай түс көрдің? Бір қорқынышты түс көрдім дейді. Жарайды, тыңдайық. Білмеймін, мен осы үйге келгенде, мен өзімді жайсыз сезіндім. Неге? Тым жақсы үй ғой. Әпкем осылай үнемі қорқа береді. Жоқ, шынымен де. Одан кейін бала қалай жылауы мүмкін. Одан кейін енді менің түсім. Мен бұлай түс көрмегенмін. Және непонятный бір түс. Білмейді екем. Может, қорыққаннан. Білмеймін, солай шығар. Бала қашан тұрады? Қазір отырып қалу керек уже. Бізді группаға қосасыз ба? Сендерді айтпақшы, қосу керек. Бүгінгі расписаниянды жіберу керек. Жарайды, қыздар, тезірек отыра бермейік. Көп отыра бермейік. Әрлі тірліктер көп. Жарайды. Анашым, бізде бүгінге қандай пландар бар? Бүгін бізде сендердің сабақтарыңды реттеу. Сосын інілеріңді садикке тіркеу. Және де сендерде тайный санта болайын деп жатыр. Мектепте сендерге қазір парақтарыңды береді. Сол парақтағы адамға сендер сыйлық бересіңдер. Ура! Не болды, қызым, саған неге ұнамай отыр? Маған негізі сыйлық алған ұнайды, бірақ ұлға түсіп қалса ше. Немесе менің сыныптағы ешкім танымаймын ғой. Үйренсіп кетесің әлі.
Олай көңілді түсіруге болмайды. Жарайды. Солай Жанель өзінің қорқынышын мүлде ұмытып кетеді. Және бұл жай түс деп ойлайды, оған ешқандай көңіл аудармайды. Бірақ ішінен тағы да осындай бүгін түс көретін болсам, онда мен осы үйде тұрмаймын деп уәде береді. Осылай жүргенде уже олардан 1-2 сағат өтіп, Жанель мен және оның сіңілісінің сабаққа кететін уақыты болып қалады. Ал кел, одан да сабағымызды реттейік. Жарайды әпке. Менде бүгін алгебра, геометрия және биология және дене шынықтыру болады. Ал сенде? Менде бүгін математика, жаратылыстану, ағылшын және қазақ тілі болады. Так, мен онда киімімді киіп алайын. Так, мен телефонымды алып кетейін. Ал анашым, біз кеттік. Анасы оларға ақша берейін деп жатқан кезде Жанель мына жақтағы картинкаларға қарап қалады. Және ол картинкалар біреуге ұқсайды, яғни түсінде бір сол адамды көрген сияқты болады. Ол қатты шошып кетеді. Сол кезде әпке, не болды? Қызым, не болды? Анашым, мен анау әйелді түсімде көрген сияқтымын. Қой құрсын, өйтіп айтпа. Ол қайтыс болып кетті ғой? Не? Мен оны түсімде көрдім. Шын айтамын. Сені осы қарату керек сияқты ғой? Әпке, қумаңызшы. Жарайды, мен сендерге ақшаларымды берейін. Ал сәттілік сабақтарыңа. Рахмет. Олар сабаққа келеді. Жанель мен оның сіңілісі екеуі екі жаққа кетеді. Себебі Жанель 7 оқыса, ал сіңілісі 5 оқиды. Және Жанельдің сабаққа деген ойы мүлде болмайды. Тек қана сабақта ол түсін өзін білгісі кеп отырады. Яғни өзін түсін ұмыт қалды. Және оны есіне түсіргісі келіп отырды. Және оның құрбысы Аделяға өз сырларын бәрін жеткізеді. Аделя, сен білесің ба? Нені? Сен үнемі біртүрлі болып отырсың ғой бүгін сабақта. Я, бүгін менде үйде ыңғайсыз жағдай болып қалды. Қандай ыңғайсыз жағдай? Отбасылық па? Отбасылық дегенде жоқ, отбасылық емес. Мен бір ғой түсімде бір нәрсе, бір жайсыз түс көрдім. Бірақ оның қандай түс екенін білмеймін. Қалай соны? Оны түсті ұмыт қалады көп адам. Және біздің үйде, яғни біз көшіп келген үйде 2 картинка болады. Ол портрет па? Портрет, адамның портреті. Сосын ол портретті мен көргенде бағана сол кезде түрі таныс сияқты болды. Мен оны түсімде көрген сияқты болдым. Мәссаған. Сол кезде мен не істерімді білмей қалдым. Мәссаған, қандай ұқсастық? Сонда ол қайтыс болып кеткен адам ба? Солай айтқан анам. Ол саған не деп жатыр сонда? Ол маған бірдеңе деді. Сосын қолын шошайтып біреуге. Мен сол кезде терезеге қарадым. Терезеде біреу қарап тұрды маған. Одан кейін жаңағы адам маған қарай жақындай келді. Мәссаған, одан кейін айтпай қойшы, мен қорқа бастадым. Балалар, не болды? Екі қыз не әңгіме айтып отырсыңдар? Кешіріңіз, ағай. Кешіріңіз.
Енді қайталанбасын. Тастаңдар телефондарыңды. Қазір алып қоям. Жарайды ағай, кешіріңіз. Сонымен оларда сабақ аяқталып, олар және Жанел сіңілісін алып үйіне қайтады. Олар сабақтан келеді, және мамалары бургер жеп жатқанын көреді. О, қыз, келіңдер ма? Я, мәссаған, анашым, неге бізге айтпағансыз? Сендерге тосын сый болсын деп жасадым. Келіңдер, отырыңдар. Жарайды. Анасы Жанелге бір нәрсе болғанын байқайды. Бірақ оған ештеңе демейді, себебі ол ештеңе айтпауы мүмкін. Ал келіңдер, тамақтарды ішіп алыңдар. Жанелдің сіңілісі Аяна мен інісі ойнап жатқанын көріп, анасы Жанелге барып, не болғанын сұрайды. Жанел қызы, ау анашым, саған бүгіндікке не болып жүр? Маған ба ештеңе болған жоқ, жақсы бәрі. Мен білемін ғой. Мен осы бүгін маған осы ұнамайды мүлде. Мен басында ғана білгенмін жақпайтынын. Қалай, сонда сен қалай білдің? Бала жылады, ең бірінші келген кезде маған өте қатты ұнамады. Сырты ескі болса, іші де ескі болады деген сөз ғой. Бірақ бұл үй нормально. Және мен жайсыз түстер көрдім. Сіздердің комнаталарыңызда тұрған картинканы, яғни жаңағы әйелдің бейнесін көрдім түсімде. Ол маған қарай жақындап келе жатты. Не? Жарайды. Бүгін тағы да көр, если бұл болмау да керек. Себебі бұл жай сәйкестік. Жарайды. Достар, осымен видео аяқталады. Сіздермен болған Тока Лайф арнасы. Ертең вроде видео шығады. Сондықтан да